Сондықтан хамд қашанда ам болады, хамд жоғары тұрады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, қияметте ең бірінші топ пайғамбарлардан кейін жәннатқа кіретін адамдар олар хаммадун дейді. Хаммадун кім? Алланы көп ұлықтайтын адамдар дейді. Хамд қылатын адамдар, мақтау мадақ қылатын адамдар дейді. Ертең пайғамбарлардан кейін шахидтерден де, ғұламалардан да бұрын жәннатқа келетін адамдар дейді. Көп Алланы хамд қылатын адамдар дейді. Алланы мақтайтын адамдар дейді. Енді қандай сөздермен Алла субхану ва тағаланы мақтауымыз керек? Дауд пайғамбарға өткенде хадисін айттық кеше. Дауд пайғамбар Алла субхану ва тағаладан сұрайды: "Я Расул, я Аллах, маған сондай бір сөз үйрет" дейді. Түген мақтаушылардың, мақтау қылатындардан да абзал сауап алайын дейді. Алла тағала бірақ сөз үйретеді оған: "Альхамдулиллахи хамдан юафи ни'амах ва юкафи мазида". Қараңыз, түгел әлемде Алланы мақтап жатқан мақтаушылардан да сауабы көп дейді осы сөзің дейді. 7 миллиард адам, неше миллиард адам, неше тас бәрі Алланы мақтаса, осы сөздің солармен теңдей болады дейді. Альхамдулиллахи хамдан юафи ни'амах ва юкафи мазида. Кішкентай хамд, Алланы мақтау. Соны жаттап алайық дейді. Ибн Маджеде хадис келеді. Bir kişi үйінен шығады дейді бір күн дейді. Осы сөзді айтады дейді: "Я Рабби лакал хамд кама янбағи ли джалали вajhik ва ли азими султаник" дейді. Мағынасы былай: "Я Раббим Алла, лакал хамд", саған мақтаулар, мадақтар саған лайық. Қандай? "Янбағи ли джалали вajhik", сенің ұлылығыңа лайық. Тағы "ва ли азими султаник", тағы сенің ұлы патшалығыңа лайық деп дейді. Жаңа сауапты жазатын періштелер таңғалады дейді. Енді бұған қандай сауап жазамыз деп дейді. Алланың ұлылығындай сауап қандай болады дейді. Себебі Алланың ұлылығын білмейміз ғой дейді. Алла субхану ва тағаланың ұлылығы қандай екен білмейміз дейді. Алланың патшалығы қандай екен де білмейміз дейді. Аллаға сұрайды: "Я Раббим Алла, бұған қандай сауап жазамыз" дейді. Алла тағала айтты: "Жазбаң" дейді. Осы дұғаны жазың, қияметте өзім оған сауабын жазам дейді. Субханаллах. Альхамдулиллах, я Рабби лакал хамд кама янбағи ли джалали вajhik ва ли азими султаник. Осыны дейді, өзім жазып қойың дейді. Ертең қияметте сауабын өзім жазам дейді. Субханаллах. Кез келген кезде айта беріңіз. Кез келген кезде айта беріңіз. Альхамдулиллах деп. Я Рабби лакал хамд кама янбағи ли джалали вajhik ва ли азими султаник. Жазып алың. Ертең қияметте Алла өзінің сауабын берем дейді. Иншаллах. Bir gün bir Allah'ın dostu, әулие Қағба үйінің пердесін ұстап, осылай дұға қылып жатыр дейді. Қараңыз, әлхамд, айттық қой, хамд деген шүкіршіліктен де жоғары тұрады. Хамд деген ертең қияметте хаммадундың дәрежесі сондай жоғары болады. Пайғамбарлардан кейін жәннатқа кіреді деп айтып жатырмыз ғой. Хамд қылушылар, Алланы мақтаушылар. Енді қандай сөздермен мақтағанымыз абзал Алланы? Бұл сөздермен, бұл Дауд пайғамбардың мақтауы. Қайсы? Бірінші, Альхамдулиллахи хамдан юафи ни'амаху ва юкафи мазида. Бұл Дауд пайғамбардың мақтауы. Алланы мақтайды. Түгел мақтаушылардың мақтауынан да абзал болады, сауабы сондай болады дейді. Субханаллах. Екінші, жаңа періштелер де сауабын жазбайтын мақтау. Я Рабби лакал хамд янбағи ли джалали вajhik ва ли азими султаник. Үшінші мақтау дейді. Bir gün bir Allah'ın dostu Қағба үйіне жабысып осы дұғаны қылып жатқан дейді. Альхамдулиллахи би жамии махамиди куллиха ма алимт минха ва ма лам а'lam ва ала жамии ни'амихи куллиха ма алимту минха ва ма лам а'lam мада халқихи ма алимт минха ва ма лам а'lam деп осыны дұға қылып кетеді. Қажылығы бітеді дейді. Келесі жыл келгенде тағы Қағба үйін пердесін ұстап осы дұғаны қылып жатқанда періштелер, бір періште тұрып айқайлайды дейді. Тоқта дейді. Өткен жылыңдың айтқан зикріңдің әлі сауабын жазып бітіре алмай жатырмыз дейді. Сен тоқта, айтпа бұны әлі дейді. Өткен жылыңдың сауабын әлі жазып бітіре алмай жатырмыз дейді. Субханаллах. Сонша сауап бір жылда оның фазилатын жаза алмай жатырмыз дейді.